Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз ащы қарбыз. Көп жылдық өрмелегіш сабақты өсімдік. Тамыр түйнегі етті, сабағы көп бұтақты, мұртша ширатылып өседі. Өсетін орындары Шығыс Азия елдерінде өседі. Ұзындығы 10 метр, тамыр түйнегі етті, сабағы көп бұтақты болып мұртша ширатылып өседі. Жапырағы кезектесіп орналасқан, ұзын сағақты, дөңгелектеу немесе жүрек тәрізді, 5-7 қалақшалы, алақан тәрізді терең айрықты болады. Гүлдердің ата-аналығы басқа түптерде болады. Гүл тостағаншасы цилиндр формалы, гүл күлтесі ақ түсті, алдыңғы бөлігі 15 айрықты, жапырақшаларының жиегі жіпше тәрізді. Жемісі жұмыртқа формалы, піскенде қызғылт сары түсті болады. Тұқымы көп және жалпақтау келеді. Ашық қарбыздың дәрілік бөлігі және оны жинау. Ашық қарбыздың жемісі, тұқымы, қабығы, тамыры дәрі болады. Ашық қарбызды күзде піскенде үзіп алып, асып қойып көлеңкеде кептіреді. Ашық қарбыз қабығы, еті және тұқымын алып тастап, күнге кептіріледі. Тұқымының еті мен қабығын алып тастап, жуып кептіреді де істеткен кезде талқандайды. Ашық қарбыздың ем болатын аурулары: кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына, кеуде толып, тынышсызданып ауырғанда, емшек сүті шықпағанда, жүрек шаншып ауырғанда, емшек безінің шұғыл қабынуына, жұтқыншақ ауырып, үн қарлығуына. Ашық қарбыз тамыры қанды несеп ауруына ем болады. Істетілу мөлшері: ашық қарбыздан 2-8 мысқал, қабығынан 2-4 мысқал, ашық қарбыз дәні және тамырынан 2-5 мысқал. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.